Сұрақ қойып жатсыңдар, Сәуле неге ответ бермейсің, жауап бермейсің деп. Мен Сәуленің орнында болсам, Құндызға былай жауап беретін едім. Менің махаббатым қайда, сенің махаббатың қайда деуші едім, мысалға. Мен махаббатым Сәуле. Мен Құндызға айтқым келеді. Құндыз, мен сен сияқты жігіттердің артынан жүгіріп, әділеттің артынан жүгіріп, оның айтқандарын істеп жүрген жоқпын. Ол үшін өзгеріп, менің қалай бар, солай қабылдап жатыр. Сен сияқты қысқа киініп, әрбір жігітке жабысып жүрген жоқпын. Жоқ, мына жерде артық кетіп жатсыздар, негізі қысқа киіп, әрбір жігітке жабысып жүр деген енді артықтау болады мына сөз. Құндыздың өзі барып, кез келген еркекке жабысып жүрген ештеңесін көрген жоқпыз мына жерде. Сосын жаңағы Еркебұлан сен де айтып отырсың ғой, бір Құндызды төмендету мақсатында ма сөйлеп айтып кеттің да мына жерде. Негізі орынсыз болды деп ойлаймын. Жоқ, қарашы, Жанғали Құндыз өзі тиісіп бастады ғой. Қазір бізде нәтиже бар. Қазір бізде үйленуге бара жатырмыз. Сол үшін бұрынғы нәрселерді қазбаламаларымызды сұраймын. Құндыз әрбір жігіттің артынан жүгіріп жүр деп айтып жатсың ғой. Сен фактпен сөйле. Мен саған артық не нәрсе айттым. Просто тек көніп қалып жатыршы, еді аузыңды жауып. Саған мен айтып жатырмын, тез көніп қалып жатырсың деп жатырмын. Саған мысалға қазір Шахмазада мысал келтіріп өтті ғой. Сенің жігітіңнің аузынан шыққан сөзіне қарай мен саған сұрақ қойып отырмын. Неге тез көніп қалдың деп? Неге жігітті сынамадың? Неге бірден я дей салдың? Неге мұнда өзің келдің? Сен жігіттің артынан жүгірген жоқпын дейсің, өзің келіп отырсың ғой. Сіздер сыртта білмейсіздер ғой бізде не болып жатқанын. Мен ені шақырған кезде